Жаңаөзен қаласының тұрғындары мен жүргізушілердің назарына Қашаған көшесімен келіп қосылатын Ақбұлақ шағын ауданы мен Астана шағын ауданы жол қиылысының әлеуметтік желіде тараған видео жазбасы бойынша 2019 жылдың қорытындысымен Жаңаөзен қалалық жолдар бөлімімен талдау жүргізіліп, аталған тас жол авариялық жол қиылысы болып табылады. Яғни жыл басынан 11 жол көлік оқиғасы орын алып, 5 адам әртүрлі дене жарақатымен қалалық ауруханасына қаралған. Сол себепті жол көлік оқиғасын алдын алу мақсатында аталған тас жолға бір жолақты сызбасы сызылды. Ақбұлақ шағын ауданымен және Астана шағын ауданының автокөліктер тек қана оңға бұрылып, қауіпсіз аймақтан айналып келуін сұраймыз. Қазіргі таңда жол қиылысы бойынша жергілікті полиция қызметінің патрульдік полиция ротасына жүргізушілерге түсіндірме жұмыстарын жүргізуге тапсырмалар берілді.